Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге өте қытырлақ болып шығатын, өте дәмді болып шығатын самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Бұл дүкеннің самсасынан 10 есе дәмді. Және бүгінгі видеода мен сіздерге самсаны бүгудің, яғни түйудің 2 жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен салқын суымызға тұз саламыз. Және де бір жұмыртқа саламыз. Еттің қамыры секілді қамыр илеуіміз қажет. Барлығын араластырып, қаттылау қамыр илейміз. Бірақ оның июі қанғаннан кейін жұмсарып кетеді. Сондықтан да одан кейін де тағы да қайтаратын боламыз. Енді осыны 15 минутке қойып қоямыз. Ал енді салмасымен жұмыс жасайтын боламыз. Менде бұл жерде тартылған ет және де ұсақтап туралған пияз. Осыған татымыңызға қарай тұз, бұрыш, қызыл бұрыш немесе приправалар қоссаңыздар болады. Ал енді келесі кезекте біз қамырмен жұмыс жасаймыз. Егер де ол сіздерде қатты жұмсақ болып кеткен болса, онда оны осылайынан қаттылап аласыздар. Және де ары қарай жаюды бастаймыз. Қатты жұқа қамыр жаймайсыздар, орташа қалыңдықта болса болады, бірақ қатты қалың болмауы да қажет. 3 жайымды да осылай жайып алдым. Қатты жұқа да, қатты қалың да емес. Кішкене қалыңдау болса да болады. Енді біреуін аламыз осы жайылған қамырдың, және де соның үстіне ерітілген майды жағып шығамыз. Яғни маргарин немесе кәдімгі сары май болса болады. Мен сары майды ерітіп қолдандым. Егер де маргарин қолданатын болсаңыздар, кішкене қаттылау болып шығуы мүмкін. Сондықтан кішкене сапалы майды қолданғандарыңыз жөн. Жақсылап жағып шығамыз. Жағып шыққаннан кейін екінші қамырымызды алып, осы қамырдың үстіне төсейміз. Және де осы қамырдың үстінен де маймен жақсылап жағып шығамыз. Енді үшінші қамырымызды да дәл солай алып, үстіне төсейміз. Және де бұл қамырдың да үстіне майымызды жағамыз. Барлық шетіне жақсылап жайып шығасыздар. Енді келесі біз осы қамырды орауымыз қажет. Осылай рулет секілді орап шығасыздар. Үстінен кішкене басып орап шығасыздар. Егер де сізде қатты қалың болып шығып кеткен болса, онда кішкене осылайынан созып жіберсеңіздер болады. Ары қарай біз бөліктерге бөлеміз. Яғни ары қарай уже самсаны жасауға кірісеміз. Менде шамамен 18-17 данадай шықты. Енді ұнымызды алып себеміз. Және енді бір-бір деп алып, жайып, ішіне салмасын салып, ары қарай самсамызды жасай береміз. Жаңа видеоның басында айтып кеткендей, бүгін 2 түрлі самсаны ораудың түрін көрсететін боламын. Бірақ оны барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Енді ең алдымен біз үшбұрыш секілді формаға жасаймыз. Кәдімгідей үшбұрыш формаға видеода көрсетілгендей қылып жасайсыздар. Ең алдымен қамырды жақсылап жайып аламыз. Бір шетін ораймыз, және де екінші шетін. Одан кейін асты жағын барлығын біріктіріп шығамыз одан кейін.
Сіздерге тағы да көрсетейін деп шештім. Екі шетін алып келіп жабамыз және асты жағында орап бір-біріне біріктіреміз. Міне осылайынан бізде үшбұрышты формадағы самсалар дайын. Мен барлығын уже дайындап қойдым. Енді келесі кезекте бізге жұмыртқа қажет болады. Бетіне жағу үшін барлығының бетіне әдемілеп жағып шығамыз. Негізі тек сарысын ғана қолдансаңыздар болады. Бірақ мен екеуін араластырып жақтым. Барлығына жағып шыққаннан кейін мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Ал енді самса бүгудің екінші түрін көрсетейін. Жақсылап жайып аламыз. Жайғаннан кейін шет-шеттерін осылай жабыстырамыз, яғни жарты дөңгелек қылып. Одан кейін видеода көрсетілгендей жасайсыздар. Өте оңай жасалады, бірақ дастарханға қойғанда да өте әдемі көрінеді. Міне осылай жасайсыздар. Тағы да бір рет көрсетейін. Қамырымызды домалақ етіп жайып аламыз. Оны жарты дөңгелек қылып шет-шетін жабыстырып шығамыз. Жабыстырғаннан кейін осылай өрген секілді қылып жасайсыздар. Видеода көрсетілгендей жасаңыздар. Міне осымен дайын. Енді осығанда бетіне жұмыртқа жағып, және де бетіне мак себеміз. Енді осы самсаны 200 градуста өздеріңіздің пештеріңіздің мөлшеріне қарай 20-30 минут аралығында пісіресіздер. Және де әркімнің пеші әртүрлі, яғни духовкасы әртүрлі, сондықтан да өздеріңіздің пештеріңіздің мөлшеріне қарайсыздар. Менде ол 200 градуста жарты сағат көлемінде пісті. Мынау біздің жасаған самсамыздың бірінші түрі, ал мынау үшбұрыш формадағы екінші түрі. Міндетті түрде жазып көріңіздер, өте дәмді, жұмсақ, тәтті болып шығады. Осы жазбаға лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.